Қазпоштада 4 жылдан бері жұмыс жасаймын. 4 жылдың ішінде біраз нәрсе үйрендім, біраз нәрсені ұқтым. Білмейтін нәрселерімді осы Қазпоштаға келіп білдім. Біраз нәрсе өзіме меңгере алдым деп ойлаймын. Біздің мақсатымыз шет елден келген осындай хат-хабарды, осындай мелкий пакеттерді тез арада жүйеге енгізіп, тез арада өз клиентіне жеткізу маңызды біз үшін. Міне өте ұсақ осындай мелкий пакеттеріміз көбірек келеді. Письмоларымыз да келеді. Енді олар әрқалай болады. Бізде көбіне өңдейтініміз осындай мелкий пакеттер. Орташа алғанда 1800, ол енді күнделікті бола бермейді, әрқалай болады ол жұмыс. Күнделікті солай енгізем деп айта алмаймын. Ол біздің жұмыстың барысымызға байланысты. Жұмыс деңгейімізге байланысты жасаймыз. Ең бірінші мен өзім осы бастапқа келгенде өтірік айтпаймын 300 ғана жасадым. Ең бірінші жасағаным сол болды. Одан кейін үйрене келе жан-жағыма қарап, уже мен өзіме мотивация алдым десем де болады. Тез өңдеуге, тиянақты жасауға, білмейтін нәрселерімді көбірек сұрап, көбірек білуге ұмтылдым.